Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйретін нағыз қазақша десерт жент дайындаймын. Осы рецептпен дайындауға кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өзінің формасын керемет ұстайды, өте дәмді болып шығады. Наурыз мейрамында, ораза айында дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Жентті дайындау үшін бізге талқан қажет, және құрамы таза сары май қажет, және қойытылған таза сүт қажет, яғни сгущенка қажет болады. Ең алдымен сары майды баяу отта ерітіп аламыз, талқанымыздың үстіне құямыз, жақсылап араластырамыз. Қойытылған сүтімізді құйып, мұқият араластырамыз. Қойытылған сүттің орнына қант немесе қант ұнтағын салуға болады. Егер қант қолдансаңыз, маймен бірге ерітіп алуға кеңес беремін. Жентке қойытылған сүт қоссаңыз, дәмі нәзік, сүтті болады, тым тәтті болмайды. Міндетті түрде жоғары сапалы сүтпен дайындап көріңіз. Қолмен мұқият араластырып, жабысқақтығын тексереміз. Мен жентті арнайы формаларға саламын, өте әдемі болып шығады. Егер сіздерде ондай болмаса, жай ғана жалпақ табаққа салып, кейін кесіп жей берулеріңізге болады. Осылай қатты нығыздап үстін басу қажет. Кейін формадан алғанда көлемін қалпын ұстап тұру қажет. Барлығына да осылай салып шығамыз. Формаларға салып болдық. Өзімнің қалауымша шоколадпен әрлеймін. Шоколадты ерітіп, үстіне құюға болады, немесе осылай қалдыруға да болады. Шоколад пен женттің дәмдері керемет үйлеседі. Женттен жасалған десертіміз дайын болды. Керемет дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Наурыз мейрамында, ораза айында отбасыларыңызға дайындап қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.